Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін сіздермен манты дайындап, қатырып қоятын боламыз. Алдымен қамырын дайындап аламыз. Ол үшін 250 грамм суымызға 8 грамм тұзымызды салып араластырамыз. Судың қандай болатыны маңызды емес. Қайнаған емес болса да жарай береді. Осыған 2 жұмыртқамызды салып, жақсылап араластырып, үстінен 660 грамм ұн салып, алдымен қолымызбен араластырып, артынан жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымызды жақсылап илеп, егін қандырып алғаннан кейін демалдырып қоямыз. Сол арада салмасын дайындайтын боламыз. Салмасына тартылған ет, картоп, пиязымызды 1/1 есебімен қосамыз. Дәміне қарай тұз бұрышымызды қосып, жақсылап араластырамыз. Енді демалып тұрған қамырымызды алып екіге бөлеміз. Екеуін күлшелеп, бір бөлігін ары қарай демалуға жібереміз де, екінші бөлігін оқтаудың көмегімен жұқалап жаямыз. Жайылған қамырымызды оқтауға орап, ортасынан түзулеп кесеміз. Ары қарай алақанымызбен өлшеп, нанымызды бірдей формада кесіп шығамыз. Кесілген қамырларымызды манты жасау үшін үстелге жайып дайындаймыз. Әр қамырға 1 ас қасық салмадан салып шығамыз. Төрт ұшын ортаға біріктіріп, екі жағын жақсылап түйеміз. Осылайша барлық мантыларды түйіп шығамыз. Дайын болған мантыларымызды тақтайға немесе арнайы ыдыстарға тізіп, морозильникке жібереміз. Қатқан мантыларды кез келген уақытта алып пісіре берсеңіздер болады. Барлықтарыңызға ас болсын, дәмін татып көріңіздер.